Сәлем құрметті достар, бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы электр тізбегін өткізуші тізбекте және параллель жалғау толық тізбек үшін Ом заңы. Енді сабақтың мақсатымен танысып кетейік. Сабақтың мақсаты электр тізбегін бірінші тізбекте жалғау, одан кейін электр тізбегі бойынша параллель жалғау, одан кейін толық тізбек үшін Ом заңын түсіндіріп айтып кететін боламыз. Келесі толық тізбекте жалғау дегеніміз не? Ол өткізгіштің біріншісінің соңғысы, ол екіншісінің басы болады. Яғни бұл жерде барлығы тізбек бойынша жалғану болады. Мысалы өмірде кездесетін бір құрылғылардың бірі, мысалы бірінші көріп отырғаныңыз бұл шам көзі, қолғап шамы. Ол кезде қолмен кез келген жерге апарып тасуға болады. Оған батарея қолданамыз. Сол батареяны бізде үнемі тізбекте жалғаймыз. Егер оның біреуі бұзылып қалатын болса, онда толық жарық жанбай қалатын болады. Ал онша келесі қолданатынымыз бұл өмірде барлығымыз жаңа жылда жағып қолданатын, сәндейтін, шаршыны қолданатын осы құрылғы. Бұл құрылғыда барлығы тізбекте жалғанған. Егер доқты суырып алып тастайтын болсақ, онда барлығы жанбай қалады. Немесе біреуі бұзылып қалатын болса, қалғандары жанбай қалады. Бұл тізбекте жалғауда үнемі электронды қолданып жүрген құрылғыларымыздың бірі. Келесі электр тізбегін тізбекте жалғау. Жалпы өткізгіштер бар. Олардың ішінде ең бізге танымалы ол кедергі. Кедергінің суреті үнемі 4 пішімен белгілейтін болды. Қарасаңыздар, 4 кедергі берілген. 4 кедергіні барлығы бір-біріне тізбекте жалғанған. Осыны тізбекте жалғау деп айтамыз. Одан кейін бізге схема көрсетілген. Схемада кілт, амперметр, 2 амперметр, шам, одан кейін тоқ көзі берілген. Барлығы бір-біріне тізбекте жалғаған. Осыны тізбекте жалғау деп айтамыз. Бірақ осыны схема түрінде қарайтын болсақ, бізде 3 емес 4 кедергі берілген. Жаңа ғана схема түрінде жалғадық. Оныңқы батарея берілген 12 вольттық. Енді осы туралы қалай формулалар қалай шығады және формулалар қалай болады. Бірінші, ток күші барлығына бірдей болады. Бірінші, батарея шығып келе жатқан кезде бірінші кедергіден, екінші кедергіден, үшінші кедергіден өтеді. Бірақ барлығында бір тоқ жүріп жатыр, өйткені жол біреу екіге бөлініп кетіп жатқан жоқ. Яғни тоқтар бір тоқ R1-ден де, R2-ден де, R3-ден де барлығы бір тоқ өтеді деген сөз. Яғни сонда жалпы тоғымыз барлығы бір-біріне тең болады. Одан кейін кернеулер. Кернеуді қара. Кернеу дегеніміз потенциалдар айырымы. R1-де кернеу U1 бар. Олардың қарап тұратын болсаңыздар, орындары ауысы, потенциалдары әртүрлі. R3-діңкі де сондай, R2-діңкі де, R1-діңкі де сондай. Яғни толық кернеуі осылардың әрбір кедергінің R1-діңкінің, R2-нің, R3-дің потенциалдар айырма, яғни кернеулердің қосындысына тең деген сөз. Сонда жалпы кернеуіміз барлығының қосындысы. Біздің жағдайда U1 қосылған U2 қосылған U3 болады. Одан кейін бізде Ом заңында білеміз. Ом заңы I тең U бөлінген R. Сол жерден U-ды кернеуді табатын болсақ, онда ток күші мен кедергінің көбейтіндісі болады. Одан кейін орнына ашып келіп қойық. Орнына ашып қоятын болсақ, I жалпы R жалпы тең I1 R1 қосылған I2 R2 қосылған I3 R3 болады. Осыларда бізде ескеретін болсақ, I тоқ күші барлығында бірдей болатын ескеретін болсақ, онда біз жалпы I деп белгілеуімізге болады. Жалпы I деп белгілейміз, барлығында I бар, оны жақшаның сыртына шығарамыз. Сөйтеміз де 2 жетте 2 I көріп тұрсыңдар. Теңдіктің оң жағында да, сол жағында да I бар. Яғни ол екеуін қысқартып тастаймыз. Сол кезде бізде кедергінің жалпы формуласы шығады. R жалпы дегеніміз R1 қосылған R2 қосылған R3 болады. Формулалар осылай құрылды. Енді тізбекте жалғаған кезде схемасы көрсетілген, осыны тексеріп көреміз. Бізде айттық, тоқ күштері бірдей болу керек деп айттық. Осындай схемада бағдарламада құрдық. Кернеулері әртүрлі кернеулердің қосындысы болу керек дедік.
мына бірінші қарап тұратын болсақ, ток күші мына жерде барлығында бірдей қарап тұратын болсақ көрсеңіздер. Одан кейін кернеуді біз вольтметрмен өлшеп алдық. Біріншісінде 9, екіншісінде әр батареяда беріп жатқан 9 вольт беріп жатыр. Ал екеуіне 4/5, 4/5 2-ге бөлінген. Яғни 4/5, 4/5 екеуін қосатын болсаң 9 шығады. Бұның тура екенін, формуланың қате емес екенін дәлелдедік. Кетті. Енді электр тізбегінде өткізгіштерді параллель жалғау дегені біз не? Өткізгіштердің басы соңы барлық өткізгіштерге жалғанады. Яғни басы мен соңы бір нүктеде болады. Мысалы, оларды қай жерлерде қолданамыз, қай жерлерде көреміз. Мысалы, бізде ток көзі жүріп жатыр. Бізде көшемізде, үйлерде қарайтын болса, кейбір элитный үйлерде ток көзін барлығына параллель жалғайды. Өйткені бір үйде свет өшіп қалатын болса, онда барлық үйлерде свет өшіп қалмайды. Яғни бір үйде бір ақау шығатын болса, онда соның кесірінен басқа үйлерде зардап шекпейді. Осы техниканы қолдану арқылы біздер ток күші 2-ге бөлінетінін байқап тұрмыз. Осыны дұрыс пайдалану арқылы бізде үйлерде, жерлерде дұрыс қолданамыз. Ток күші бір үйде өшіп қалса, басқа жерде өшпей қалады. Дәл осындай тағы да бір үнемі қолданатын ол үйдің ішіндегі светтер. Кілт көзі берілген, бір бөлмедегі лампа күйіп кететін болса, немесе ақау шығатын болса, онда қалған бөлмелер жанып тұра береді. Осыны қолдану арқылы біз бір бөлмені өшіріп, екінші бөлмеде светті жаға аламыз, ток күшін үнемдейміз. Тағы да схемада көрсетілген 3 кілт көзі, 3 шам берілген, олардың ток көзі де барлығында әртүрлі. Толық батареяда ток көзі, кілттерді қосу арқылы біз мәндерін өлшеп ала аламыз. Бізде біреуін өшіріп, екіншісін қосып жұмыс жасауға болады. Екінші, электр тізбегінде параллель жалғауда схемалық тұрғыда мысал көрсетеміз. Бірінші, физикада құрылғылармен осылай жұмсаймыз. Бізде бұл жерде құрылғы батарея көзі берілген, 2 шам берілген, кілт көзі берілген. Кілт көзі батарея көзіне тізбекті жалғаған, ал 2 шам бір-біріне параллель жалғадық. Осының арқасында біреуі істемейтін болса, екіншісі қосылып жұмыс жасай береді. Енді келесі кедергілерді көрсеттік. Батарея, ток көзі, R1 және R2 кедергіні осылай схемада белгілейміз, және параллель жалған кезде осылай схемада салатын боламыз. Келесі параллель жалғауда формуласы қалай болады? Енді ток көзі айттық сендерге үнемі. Ток көзі жан-жақтан келе жатады. Мысалы, мына тұстан ток көзі келіп жатыр. Ток көзі түйінге келеді. Түйіннен қаншаға бөлінеді? R1-ге, R2-ге, R3-ге, 3 ток көзі 3 жерге бөлініп кетеді. Соның арқасында барлығының қосындысы бізге нені береді? Ток көзінің жалпысын береді. Ал бір жерде потенциалды қарайтын болсақ, потенциалдар айырымы мына жерде нүкте және арғы жерде нүкте. Потенциалдар айырымы деген. Потенциалдар айырымы барлығы бір нүктеде қозғалады, яғни кернеулері барлығы бір-біріне тең деген сөз. Потенциал айырымы бір-біріне тең болады деген сөз. Сондықтан біздің U жалпымыз полный барлығына тең болады. Енді бізде Ом заңын еске түсірейік. Ом заңында U-ның формуласы I бөлінген R еді. Соны ашып орнына қоятын болсақ, I-дің формуласын ашамыз. I жалпы тең U жалпы бөлінген R жалпы болады. I1 дегеніміз U1 бөлінген R1, I2 дегеніміз U2 бөлінген R2, I3 дегеніміз U3 бөлінген R3. Осы бізде кернеудің барлығы тең екенін ескеріп, кернеулерді бір кернеу әріпімен белгілесіп болады. Одан кейін кернеуді барлығында бірдей болғандықтан сыртқа шығарып тастап, екеуін қысқарып тастаймыз. Сонда бізде R жалпының формуласы шығады. R жалпының формуласы 1 бөлінген R жалпы тең 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2 қосылған 1 бөлінген R3 болады. Егер осындай төртеу болатын болса, 1 бөлінген 4, 1 бөлінген R4, 1 бөлінген R5 осы қосылып кете береді. Енді
бағдарламада көрейік. Бағдарламада алдында көрген схема. Схеманы құрастырдық. Схемада ток көзі, яғни батарея берілген. Екі кедергі берген, екі кедергі бір-біріне параллель жалғанған. Осы жерде схемада бізде формуланың дұрыс емесін тексеріп көрейік. Қараңыздар, бірінші ток көздері дедік. Ток көздері екеуі тең болмау керек. Кернеулері тең болу керек. Енді ток көзін өлшеп қарайтын болсақ, мына батареяда тұрған ток көзі мен оның астындағы резисторда, яғни кедергідегі ток көзі екеуі екі түрлі. Байқап қарап тұрсаңыздар. Ал кернеуі 9 вольт, астында да резисторда да кернеуі 9 вольт. Бізде кернеу тең болу керек, ток көзі әртүрлі болу керек. Так, енді толық тізбек үшін Ом заңы. Толық тізбек үшін Ом заңы деген сөз, яғни толық тізбек деген не? Бірінші, ол электрқозғауыш күштен R-ден тұратын, кілттен, ток көзінен и кедергіден тұратын. Яғни әр нәрсенің амперметрдің, вольтметрдің өзінің кедергісі бар. Сол туралы осындай толық бір тізбекті қарастыратын болсақ, толық тізбек үшін Ом заңын қолданамыз. Бірінші, Ом заңында бізде I тең U бөлінген R еді. Ал толық тізбек үшін Ом заңы солдар электр қозғаушы күшіне тура пропорционал, ал толық кедергіге кері пропорционал. Бізде ішкі кедергі деген нәрсе бар. Ішкі кедергі мен сыртқы кедергі ол толық нені береді? Толық кедергіні береді. Егер сыртқы кедергі нөлге тең болатын болса, онда бізде мына жердегі нөл деген жазылады. Нөлді жазбай қоюға болады. Сонда электр қозғаушы күші бөлінген ішкі кедергі болады. Толық тізбек үшін Ом заңы осылай қорытылады. Жалпы бізде сабақта айтатын болсақ, бізде ең бір нәрсе бар, амперметр және вольтметр өлшейміз, өлшеу құралдары. Амперметрді ток көзіне тізбекте жалғаймыз. Не үшін? Өйткені ток өзгермейді. Ток өзгермегендіктен бізге нақты ток керек болғандықтан сол тоқты өлшейміз. Ал бізге вольтметр деген құрылғы бар. Вольтметр кернеуді өлшейді. Ал кернеу қай кезде тең болады, барлығы бір-біріне, ол параллель. Яғни біз кернеуді дұрыс өлшеп алу үшін біз вольтметрді схемаға параллель жалғаймыз. Рахмет.